Саламатсыздар, құрметті депутаттар, құрметті жиынға қатысушылар. Жиынға сондай тұрып өткен тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз тоғырлы болсын, мәңгілік болсын. Құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңын басшылыққа ала отырып, аудандық мәслихаттың кезекті 31-ші сессиясының жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Аудандық мәслихаттың сессиясына қатысуға тиісті 13 депутаттан бүгінгі сессияға 10 депутат қатысып отыр. Сессияның қатысушы депутаттардың саны сессияны ашуға толық өкілеттік береді. Сессияны ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? Сессияны ашылсын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қарсы жоқ. Аудандық мәслихаттың кезекті 31-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Құрметті депутаттар, баяндамашылар мен сұрақ қоюшыларға мәслихаттың регламентін белгіленген тиісті уақыттан аспауы тиіс. Сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін сессияның жұмысшы органдарын алуымыз керек. Бірінші, сессияның есеп комиссиясына депутаттар Асан Алыбай, Нұржан Орынбасар, редакциялық комиссия құрамына Төребек Айдарқұлов, Алтай Молдалы сайлансын деген ұсыныс бар. Қалай қарайсыздар? Онда осы ұсыныс қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, ұсыныс қабылданды. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессияның күн тәртібін бекітіп алуымыз керек. Күн тәртібінің жобасы сіздерде бар. Бірінші, Отырар ауданының 2026-28 жылдарға арналған бюджет туралы мәселе бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Екінші, Отырар ауданының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Үшінші, аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі басшысының 2024 жылға атқарылған жұмыстар туралы есебі мәселесін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Төртінші, Отырар аудандық мәслихаттың 12 мамыр 2023 жылғы нөмір 2/7-8 Отырар ауданы әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның құрамын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Дауыс берілді. Қарсы жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Бесінші, Отырар аудандық жер комиссиясы туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Алтыншы, Отырар ауданы бойынша ауыл округ шекараларын өзгерту туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Жетінші, Отырар ауданы мәслихатының 2026 жылға арналған жұмыс жоспары туралы мәселесін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Сегізінші, Отырар аудандық мәслихатының және оның аппаратының қызметінің қамтамасыз ету 2026 жылға арналған шығыстар сметасы туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, күн тәртібіне енгізілді. Бүгінгі сессияның күн тәртібі осымен бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға көшеміз. Отырар ауданының 2026-28 жылдарға арналған бюджет туралы мәселені бойынша баяндама жасау үшін сөз экономика қаржы бөлімінің басшысы Үрбай Асқарға беріледі. Құрметті төраға, мына 3 жылғы базар сұрақ қойылды бар бірінде.
Депутат еще бір сұрақ қойды. Bir сұрақ қояйыншы мына. Мен мына түсінбей жатқан мына 8 миллион 481 8 миллиард 481 миллионда осы ғой кірісті бізге. Олар мына салық түсімінен 5 миллиард, ана салық еместен 19 миллион, негізгі капитал салымдар 2 миллион, трансферттер 3 миллион, осылардың жиынтығы ма? Жиынтық. Жиынтығы болса сәйкес келмейді ме? Мына жерде есептесек 8 миллионнан асып кетті ғой. Анау трансферттер түсім 3 миллион болатын болса, мына жерде 2 миллион жаңағы не тұр? Трансферттер 2 миллиард 206 миллион. Трансферттер 2 миллиард 206 миллион. Енді екеуін қосқанда 5 миллион мысалға. Соның өзі мына алдындағы салық түсімдер 5 миллион, 10 миллионнан асты ғой, 11 миллион деп қалды. Неге? Есептеңдер. 8 миллиард 727 миллион Миллиард соның көбісі. 8 миллиард қой, дұрыс қой. Мына жерде мысалға анау негізгі капиталдар 2 миллиард па, 160 па? 2 миллиард емес қой. 2 миллион ба? 2 миллион. Болды. Басқа 6 миллионда да 3 миллиард қой. Шығады, иә. Жалпы бюджетіміз 8 миллиард 727 миллионға бекітеміз. Дұрыс, Оның мысалға ішінде таза кірістері ауыл өкілдерінің 245 миллион. жақсы. Анау өткенде Дархан Сатыбалды бар кезде біз сұрақ қойғанбыз. Осы біздің бюджетіміз сол кезде 3 миллиардтан әрең асады. Соның 50%-ын алуға хат беріп, сосын жіберді, иә? Қазір бізде мына ауданның өзінікі қазір 8,5 миллиард болып түскен. 8,5. Қанша екен? Мен салықтан сұрадым ғой. Биылғы жылға 8,5 миллиард қамтылған. Ал енді соның 4,5 миллиард бізге сразу келу керек қой, 50%. Мен жауап берсеңізші. Бұл жерде 8 миллиард общий налогтың түсімін айтып жатыр ғой. Иә. Ол жақта НДС республикаға барып түсетіні бар. Контингент 50-де 50 еді ғой. Иә. Келесі жылға осы 50-50-ді 60-тап бәрі қаржымызды өзімізге қойып беріп отыр. Қазір 5-те 6 миллиард болып былтыр 2-7 жылдың соңында 25-дің бюджетін бекіткенде 2-де 7 ма 2-де 9 миллиард болып бекіткенбіз. Аудандық бюджеттің өзін. Биылғы жылы қазір қарасаңыздар 5-те 6 миллиард болып бекітіп жатырмыз. Өзімізге қаржыны қойып берді ол қаржы. Жалпы облыстан қазір қанша түсті? Сол 50% болғанда. Қазір жылдың соңында жалпы кірістер, өзіміздің кірістер көзі 5 миллиард қанша болды? Облыстан 50 бөлген кезде қанша түсті бізге? Таза бізге қазір 4-те 7, 4-те 8 түсті. Болды, жақсы. Келесі жылы 2026 жыл бюджет кодексін өзгертсеңіз отыр. Басқа кімде 100% ауданда Басқа 3 күн болды. Төраға бір қазір 26 бюджеті бекітілген oldu, біз сол өтінішім бар еді. Депутат Нұрлан Орынбасар. Иә, құрметті Қайрат Жолдыбайұлы, құрметті төраға. Біз енді 26 бюджетін бекіттік қой Қайреке. Енді бәрін ішкі алқады, бәрін көрді, бәрін қойды. Енді бір өтініш, енді оған ауданның бюджеті жетпейін деп тұр. Ол біраз жерде қозғалып жатқан мәселе жалпы айналма жолды. Енді қазір документациясының бәрі облысқа барған ұқсайды. Осы айналма жолдың сол Көшенің атын айтсаңызшы. Ондасың көшесі мен Жаназақ көшесі енді халықтың өтініші бұл облыс деңгейінде де қозғалып жатыр. Облыс аманат партиясында да, облыстық бізден сайланған мәслихат депутаттардың алдында да біраз жерде қозғалып жатыр. Енді қазір бұның құжаттары облыста тұрған ұқсайды. Соған өтуіне ықпал жасап, аңғарып не жасайды. Ұсынысыңыз дұрыс. Мен өткенде депутаттардың алдында айтқанша, қазір 3 жолда жасадық. Біреу осы айналма жол, 400 миллиондай ақша. Одан басқа Аққұм ауылына кіреберіс жол, білесіздер, бір машина жүрсе, екінші машина сыймайтын. Үшінші жаңа Қарғалы жақта бір жол бар. Олардың бәрі сметаларын бәрі тапсырғанбыз. Енді кеше облыстық бюджет бекітілген ол қаралған жоқ, бірақ олармен отработа жасап жатырмыз. Алдағы нақтылау барысында енді облыстық депутаттарына өтініш жасап, аманат партиясы арқылы осы 3 жобаны кіргізіп алсақ, негізгі жобаларды облыстық бюджет арқылы жасатсақ, қалған ішкі ауылдың көшелерін өзіміздің аудандық бюджет есебінен жасаймыз деп жоспар бар. Ол бақылауда ары қарай жұмыс жасаймыз. Осыған байланысты тағы мен қайта сессияда айтып жүрмін. Мынау біздегі қазір мына Арыстан бап бар ғой. Жаңағы суфизм өзіміздің дін бойынша ғой. Ал енді бүкіл дүниесі Қытайға барып, президенттің өзі Тоқаевтың өзі ақысыге оқыту Әл-Фараби туралы бар. Осыны неге кіргізбейміз? Ол жерде мысалға Бату көлінде жол қысқарады, елдің қатынасы. Одан кейін ертең Шардара арқылы Самарқандқа 450 километр болады. Туризм бәрі ақша келеді ғой сол кезде.
Осы неге кіргізбейміз қазір? Айналма жол. Бізге ақша түсетін, бюджетке ақша түсетін жағын қарастыруымыз жоқ қой. Енді мына Арыстан баптан түсіп жатқан ақшаларды мен өткенде де көтердім, 2-3 рет көтердім. Қайға кетіп жатқан ақша бұл? Кім қадағалап жатыр? Бұны сессиядан кейін қоясыз. Жоқ. Содан кейін мынау нені? Бұл сессияны жабылады. Құрметті депутаттар. Оқсыз бойынша мысалға. Қазір соны жасап қойсақ, ертең туризм бар сояқ қарағылар. Даже жылдан жылға туризм көбейіп жатыр. Мәселе сол. Осы неге кіргізбейсің 3 жылға? Балсалар жоқ мәселе Михайлды көтеріп жүр, бұл мәселені біраз 2 жыл 3 жылдан бері көтеріп келатсыз. Жалпы енді биылғы жылы мынау экономикалық жағдайға байланысты енді үкіметтің мораторийі бар. Осындай мәдениет үйлерін салуға, ауыл әкімдіктерінің ғимаратын салуға, имиджі проектілерді уақытша тоқтата тұруға. 2 жыл 3 жылға тоқтата. Мен оны қозғап отырған жоқпын ғой, жол мен көпірді қозғап отырмын Оқсызға қарай. Балтакөлдің жолына енді проект жасалған 6 миллиард теңге көлемінде. Бұл қалай қарай кетеді онда? Балтакөлден Аққұмға дейін. Одан бөлек мына Шәуілдіден Көксарайға дейін проект жасалып жатыр, сметасы әлі шыққан жоқ. Келесі жылдың бюджетінде осы бірінші кезекте осы Шәуілдінің жан-жағына келетін, аудан орталығына келетін жолдар реттелді ғой. Енді былай қаратып Көксарайға қарап жүретін жолдың жағдайын 25 километр ғой анау. Қанша туризм келеді? Қазір действующий жолдарды реттеу болмаса, жаңа жолдарға ол қазір проект қолдау тауып жатқан жоқ. Жоспар болғасын планға қосуға болады ғой? Оны алдағы кезде ұсыныспен жасаймыз ғой. Қосуға болады. 3 жыл болатын болса тем более. Хорошо. Басқа кімде сұрақ бар? Құрметті депутаттар, онда осы мәселе бойынша сразу шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешім жобасына қандай ұсыныс пікірлеріңіз болады? Оқсызға кіргізуді керек. 3 жылдық Онда шешімді дауысқа қоямыз. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруіміз қажет. Қарсы жоқ. Мен ұсынысымды дауысқа қоймайсыңдар мен. Шешім қабылданды. Жоқ, менің ұсынысым бар ғой, беріп отқан. Оны несін ұсыныс беріп отырмын деген дауысқа қоймайсың. Сол мәселе планға кіргізу керек деп отырмын іште. Мораторий жарияланды деп. Жоқ, ол мәдениет үйіне. Мен мәдениет емес, жолмен нені айтып отырмын. Көпірді айтып Бұға қазір 3 жылдық даму жобасы жайында жасалып жатыр, соның ішіне енгіземіз. Бұға тұрақты комиссияға келіп ұсыныстарыңызды берсеңіздерші, барлығы келіп берді тұрақты комиссияда. Соның бәрін кеше қабылдап сессия тұрақты комиссия. Мен сессияда беремін. Сессия шешім қабылдайды, тұрақты комиссия. тұрақты комиссия қабылдайды. Тұрақты комиссия қабылдамай шешім. Одан өткізеді. Депутаттар сессияның күн тәртібіндегі екінші мәселені қарауға көшеміз. Отырар ауданының 2026-30 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы мәселе бойынша баяндама жасау үшін экономика және қаржы бөлімінің басшысы Көлбай Асқарға беріледі. Онда баяндамашы сұрақтарыңыз жоқ болса, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Менде бір сұрақ бар, бір ауыз. Бола ма? Депутаттардан бөлек. Қабылдамайды-ау, сессиядан кейін. Сіз шақырдыңыз ғой сессия. Көпшіліктің ішіне шақырады, сессия ашық. Ал сессияға шақырып отырғаннан кейін мен неге сұрақ бере алмаймын? Дұрыс. Жолдастарға. Ұзақ па? Маған ба? Жоқ, кімге? Кешіріңіз. Асқарға. Көлбай. Беріңіз. Так. Ауданның бюджетінің жобасы, бюджет әкімшілердің бюджеттің паспорттары, қоғамдық кеңестер туралы Қазақстан Республикасы заңының 5-ші бабына сәйкес алдын ала қоғамдық кеңестер талқылаудан өтеді. Ол тағы да жаңағы құқықтық актер туралы заңда да көтерілген 20-ші бабы. Солай ма? Сізде бюджеттің жобасы облыстық бюджеттен кейін бекітілгеннен кейін жалпы параметрлерінің барлығы 5-ші күні белгілі болды. Содан бері мақұл ішкі мен іс жағын қарамай, анаяқты статьялармен спецификамен олай-бұлай ауысып жатады. Ол депутаттардың жағы. Ал жалпы кірісі, шығысы, оның кірісі неден келеді? Осы фактілермен сіз неге ұсынбадыңыз? И оған ұсынбауға не себеп? Бірінші сұрақ. Қоғамдық кеңестің талқылауын алып, сіз тұжырымдамасын алуыңыз керек болады. Сессияға ұсынбайды. Мен қазір аудандық прокуратураға осы 2 мәселе жөнінде хат жолдадым. Ол заңды емес, әйтпесе бүгін қабылдаған шешімдеріңіздің сәйкес емес екенін соған анықтап береді. Бірінші мәселе. Екінші, қазір ұсынып отырған екінші жобасы, даму жоспары. Ол да бүкіл ауданның әрбір азаматтың құқығын қамтамасыз ету үшін қоғамдық кеңесте талқылаудан өту керек.
не ол ұсынылған жоқ. Қайреке, сіздің құлағыңызға алтын сырға. Декабрь айында белгіленген қоғамдық кеңестің кезекті отырысы ЖКХ-ның биылғы атқарған жұмыстары жөнінде жоспарланған болады. Біз оған мәлімет сұратып едік, аудан әкімінің келісімінсіз бірде-бір мәлімет берілмейді деп қайтарып жіберді. Қоғамдық кеңестің отырысы осымен сарбайт етілді желтоқсан айында. Оған кім жауап береді? Соңғы кезде осындай кеше облыстық қоғамдық кеңесте осындай мәселе шықты. Келген адамдар заңын жібереді, әйтпесе келмей қалады. Қоғамдық кеңес жоқ дейтін болсаңыздар, біз ол заңды мойындамаймыз деп айтыңыздар осы жерде. Депутаттардың көзінше. Әкім бар, төраға бар. Әйтпесе бөлім басшылары бар. Қоғамдық кеңес керек дейтін болсақ, заң талабын орындауға міндетті болайық бармыз. Сіз неге орындамайсыз? Анаған, меніңше Қайреке, ол жаңа заңды өресте бұзған үшін, меніңше Гүлбаевқа шараны өзіңіз көретін шығарсыз. И ЖКХ-ның басшылығына да. Осы мен сұрағым. Алдыңыздар ма қоғам кеңесінің заключениесі? Жоқ, қоғамдық кеңес ұсынылған жоқ, бұл бюджеттің жоғы. Хатпен жолдағанбыз. Тоқта. Хат түсіріп қойыңыз. Жоқ, хат түсіріп қойған. Кеше сағат кешкі сағат 8-де берді хатты WhatsApp арқылы. Хатты бұрын түсіріп қойдым. Жоқ, Бірақ хатта мен көрсеткем. Мен айттым ғой, спецификасын бермей-ақ қой. жоғары олай сөзіңіз сіз общий бюджеттің жалпылама нелерін беруге міндеттісіз. Кірісі қанша, шығысы қанша. Кіріс неден алыныз, шығыс кәдімгідей. Нұреке, сессияны бітіріп алайық, разговор жасаймыз. Ол жаңа сессияның алдында сіздер ұсынысты берулеріңіз керек. Жаңа мынау ЖКХ-ның жаңа берген мәліметінде келіп маған бір ауыз айтпаңыздар. Аудан әкімінің рұқсатсыз құжат бермейміз деген мәселе болған жоқ. Менің қолымнан сізге берілген ондай хат, оны ешнәрсе бермеді. Заң сен айтты деп бермей отыр ғой. Жоқ, ол ауызша әңгіме шығар ондай. қалай шешім қабылдаймыз заңсыз болатын болса? Сессияны бұл жерде заңсыз қоғамдық кеңестің облыстық мәслихаттың шешімі кеше келді. Кешке. Қазір документті ашсаңыздар өзі тұр. Мен мәслихат облыстан келген материалды кеше сіздерге ұсындым ғой. Талқылау кеше болды. Енді ол мен саған айтып отырған тағы да сол. Бюджеттің кірісі, іс шығысы 5-ші күн белгілі болды. Содан бері отырсыңдар ба? Облыстық мәслихаттың шешімі кеше келді. Мен енді материалдарды жан-жаға енді таратып жатырмын. Ол депутаттар кеше күннен бері талқыланып жатыр. дұрыс қой, облыстық мәслихаттың шешімі кеше келді ғой маған. Нұреке, оны хаттың негізінде жолдап қойғанбыз өткен аптада. Сіздерге хатпен беріп... Хатшыңызға ескерттім мен. Ол хаттың керегі жоқ қой. Сибір бермейсіздер ме? Мен қыры. Нұреке, тыңдалайыншы. Сибір бермейсіздер ме сіздер? Қосып хатты беріп қойғам. Менің қолыммен. Бұны басқа мәселе оны кейін өзен енді материал бере алмадым ғой мен облыстық комиссияға қойған кезде неге осы мәселелердің бәрі көтеріледі? жоқ айттым. Шешім өзгеріп жатыр. Мен хатшыға да айттым. Хатшыңыз азамат айттым ғой. Жоқ, қоғамдық кеңес неге шақырмады? Өзгеріс болып жатыр дедім. Нақты бере алмай отырмын дедім. Қоғамдық комиссияға кез келген мекеме, кез келген адам, кез келген ұсынысы бар нелердің бәрі шақырылады тұрақты комиссия. Ол тұрақты комиссияда осының бәрін алдын ала талқылап алу үшін, мынандай заңсыздыққа жол бермеу үшін тұрақты комиссия керек. Әшейін тұрақты комиссия тек депутаттармен ғана өтпейді. Кез келген мекемені шақыруға қатылмайды. Мына қазір көтеріп отырған қоғамдық кеңестікке заңды нәрсе. Ал біз қабылдайтынымыз қазір заңсыз нәрсе ойлап жатырмыз. Осыны ойлаңыздар енді. Мен енді шақырумен Құрметті депутаттар, осы екінші мәселе бойынша дауысқа қоямын. Сұрақ жоқ болса, осы шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Мен қарсымын. Бір адам қарсы, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі үшінші мәселені қарауға көшеміз. Аудандық құрылыс сәулет және құрылыс бөлімінің басшысы 2024 жылға атқарылған жұмыстар туралы есебі бойынша баяндама жасау үшін сөз бөлім басшысы Есімбек Мұратқа беріледі. Мына жерден сұрақ қойып жүрейік, сұрақ қоюға ешқандай шектеу жоқ қой. Мына
енді жаңағы қоғамдық кеңеске әлі түспеген болатын болса, оны қандай қажеттілік дәл қазір қарау. Келесі сессияларға неге беріп, заң түрінде қаратып, қоғамдық кеңестің қорытындысын алып барып неге қарамасқа? Бұға тиісті материалдар берілген деп тұр ғой. Қазір қоғамдық кеңеспен отдельно қосымша қарастырарыз. Бұл жерде қазір енді мен өзім жауап беремін ғой Қайрабек. Бүгінгі шейін материал қазір қажеттік пе осы? бюджет мынаны қарап қорытындысын бер деген бе, кешке таман қорытынды сұрайық, кешке таман сағат 7-8-де. Сізге жауап береміз деді ғой, Жауап берсе солай келсе. жауап береміз деді. Баяндамашы. Баяндамаға сұрақ қойып, Баяндамашыға сұрақ қоямын онда. Онда дауысқа қоямын. Шешім қабылдансын деген сұрақ жоқ болса, шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Мен қарсы, бір адам қарсы. Шешім қабылданды. Сессияның құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібінің 4-ші мәселені қарауға көшеміз. Отырар мәслихатының 12 мамыр 2023 жылы 2-7-8 Отырар әкімдігі жанындағы кабинетке толмағандар ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның құрамын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудан әкімі аппаратының басшысы Елеусізов Әшілге беріледі. өткенде тыңдалып, қосарлардан қосылу үшін. Онда сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Онда сұрақ жоқ болса, шешімнің жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Дауысқа қоямыз. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қабылдансын. Қарсы қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Рахмет. 5-ші. Сессияның күн тәртібіндегі 5-ші мәселені қарауға көшеміз. Отырар ауданының жер комиссиясы туралы мәселе бойынша сөз жер қатынастар бөлімінің басшысы Әмір Біржанға беріледі. Жоқ, сұрақ жоқ. Тұрақты комиссияда өзгерістер толықтырулар Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда. Дауысқа қоямыз. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. 6-шы мәселе бойынша Отырар ауданының ауыл округі шекараларын өзгерту туралы мәселе бойынша сөз жер қатынастар бөлімінің басшысы Әшілге Біржанға беріледі. Сұрақ жоқ па? Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешімді дауысқа қоямын. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі 7-ші мәселені қарауға көшеміз. Отырар аудандық мәслихатының 26-ші жылға арналған жұмыс жоспары туралы мәселесі бойынша сөз мәслихат аппаратының басшысы Жандарбек Қуанышқа беріледі. Менің сұрағым бар. Қойсын. Мына, мен осыған қатысты ма жоқ, мынаған қатысты ма? Мына неге Шеңгелдіге 250 миллион қарапсыңдар. Басқа неге округтарға, ол жерде бар, 150 адам бар ма жоқ па мысалы. Ал енді Балтакөлің бар, Майақының бар, Көксарайың бар, спорт комплекс жоқ. 250 миллионды қалай қарап отырсыздар, алынған 180 миллион қарап отырсыздар. Вообще алып тастау керек. Оның орнына Шеңгелдіге халықтың сұрап атқан жаңағы асфальт жолы менен, сосын жаңағы жарықтандыру қосу керек. Бұл немесе бұл енді мерси бюджеттен кететін ақша ғой. Ал енді жаңа мен естіп отырмын, жаңа сыздық өйтіпті аяқтан алады екен деген. Алсын әкелсін. Амынаға немене қосасыздар бұны? Мерси бюджеттен кететін ақша мысалы 250 миллион. Ол жердегі баса елді мекендерде қаншама халық бар? Ана жерде азғантай халық. Ол неменесіне ол кіресіздер? Кімнен қорқып істейсіздер бұны? Түсінбейді. Бағы ойылсын ба? Иә. Бірінші мәселені өтіп кеткен сияқты. Жоқ, мен қазір осы вопросқа жауап беріп кетейін, ол жерде 250 миллион қаржы қаралған жоқ. қаралып тұр Аудандық бюджеттен 20 миллион көлемінде қаржы қаралған. 250 миллион емес. жоқ, 20 миллион болсын мысалға. Енді бұл жерде депутаттар талқылауына ұсындық. Егер қарсы болсаңыздар айтыңыздар, алып тастаймыз. Одан гөрі жаңағы елдің сұрап атқан жолмен жарқар бар ғой, әкімге қабылданды, қабылданды. Қысқарының басқа жетпей жатқан жеріне ол қаржыны жібереді. Шеңгелдіге жаңағы жол кіргізіңіздер. Ешшарттың сұранысын ескеруге алыңыздар.
Аппарат сұраған жоқ, аппарат ол сұраған жоқ. Мен осыған қатысты Асқар Көлбай. Жоқ, мен кеңес бар. Онда 8-ші сұраққа көшеміз. 8-ші отыраудан мәслихаттың жаңа аппаратының қызметін қамтамасыз етудің 26-ші жылға арналған шығыстары сметасы туралы мәселе болса, бұлар да сұрап жүр. Онда 7-ні 8-ді дауысқа қоямын. Осы шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы жоқ, шешім қабылданды. енді сессия жабылмай тұрып бір мәселе Жауап ала жүрсеңіз. Жоқ, сессияның күн тәртібінде енгізілген мәселелердің қаралып бітті. Сессияның өтуіне жөнінде қандай ұсыныс пікірлеріңіз болады? Дұрыс. Жолдас депутат Тоқтаев. Сіз жаңағыдай сессияны ашқан кезде 10 депутат қатысты деп отырсыз, соның 12 депутат қазір. Өзгертуіңіз талап етеді. Бол, 12 бар. мәселе бойынша айта берейік па? Иә. Мына өткенде біз мәселені қозғағанбыз. Елдің бәрі осы отырар ауданы жаңағы жем шөбі жөнінде, жеңілдік түрінде. Қайта мәселе халықтың бәрі қозғап, қазір енді көктемге қарасын, малының бәрі құлайды. Ол жалғыз бір ауылға қатысты емес, бүкіл ауданға қатысты. Ал енді соның жаңағы Тоқсейіт бар ма үшін де? Соның жемі Түлкібасқа келіп тұр екен. Түлкібастан келіп алып кетілдер дейді. Ол анау халық қайтып кетеді ол. Немене сол Түлкібасқа келген жаңағы пойыздың вагоны мына темірге болмаса Түркістанға жетпей қалып па? Аяғы бір паровоз сүйреп келетін. Неге соны қамтамасыз етпейсіз? Енді қазір жыл бітіп жатыр. Сізге осы мәселені осы күзде қойды. Елдің бәрі ақсақалдарға дейді. Ешқандай шешімі жоқ әлі күнге дейін. Малдың бәрі қырылып болғаннан кейін не керек бар оның? Әлде Түлкібас тек қана жаңағы Көшеревтің ауылы болғасын сол жерде тұру керек па? Содан тасу керек па? Отырар ауданының жемі өзінің отырарға темірге неге келмейді? Түркістанға неге келмейді жақын? Ол бір мәселе. Осыны айтыңызшы мысалға. Енді сессия бітті ғой, осы мәселе. Мына вопростар сессияның күн тәртібіне жатпайды. Жатпайды. Бірінші сессияны бекітіп алайық, құрметті депутаттар. Онда сессияның жауаптан кейін мәселелер қозғауға болады. Жаппай тұрғанда. Онда аудандық мәслихаттың кезекті 31-ші сессиясын жабық деп жариялайды. Жабық болғасын